Сәлем достар, бүгін мен жүгеріні қалай жұмсақ, сочный қылып пісірудің құпияларын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жаз басталмай жатып пісетін осы дәмді жүгерінің пайдасы көп екенін көбісі біле бермейді. Оның иммунитетті күшейтетін қасиеті бар және бауыр ауруын емдейді, оттегі тасты жібітеді. Сонымен қатар адамның терісін қартаюдан сақтайды. Ал енді жүгеріні пісіруге келетін болсақ, ең алдымен жүгеріні тазалап, кастрөлімізге крандағы салқын суды құйып, ішіне тазаланған жүгеріні салып, жүгеріміз қайнағаннан кейін бетін жауып, орташа отта 30-40 минут пісіреміз. Мінекейіңіз, енді піскен жүгерімізді тарелкамызға түсіріп аламыз, ыстықтай қылып. Содан кейін қайнаған ыстық суымызды төгеміз кастрюлядағы. Соған тұз салып, жүгерімізге тұз себелеп, қайтадан жүгерлерімізді сол ыстық кастрюльге саламыз. Құпиясы осы. Сөйтіп 10 минутқа бетін жауып, тұздалған жүгерімізді мінекейіңіз тұздап салып жатырмын ішіне. Тұзы сіңіп, жұмсақ болып буланып, дәмді жүгері шығады. 10 минутқа осылай салафанмен бетін орап қойыңыздар. Мінекей 10 минут өтті. Жүгеріміз әбден жұмсарып, буланып шықты кастрөлімізден. Дәмі деген енді сочный, өте жұмсақ, прям тұзы әдемі сіңген, өте дәмді жүгеріні осылай қайнатсаңыз болады. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпа.